жекпе-жекті жақсы көрмейтін жігіт ол нағыз жігіт емес. Біздің өңіріміздегі жастардың барлығы нағыз жігіттер, нағыз кешегі арландар мен тарландардың ұрпағы. Баршаңызға сәлем, менің есімім Ырымбек Қайбеден. Павлодарда дала көкжалдары атты жекпе-жек ұлттық спорт түрінен аса турнирдің финалы өткізілуде. Жарыстың аты айтып тұрғандай, қазақтың арландай рухты балалары, жасөспірімдері және жастары мына 8 бұрыштың ішінде шеберлік байқасады. Ал мен сіздерге осы жарыстың ең қызықты сәттерін ұсынамын. Кеудеде намыс қайнап, көзінде от ойнаған жастардың өнерін көріңіздер. Кеттік. Кеудеде намыс қайнап, көзінде от ойнаған, қаршыға қанаттары әлі де қатаймаған, 5 жасар баласы да аттан деп ат ойлаған. Алдаспан ерлерім бар, қысылмай қол бастар, марғаста ұлдарым бар, тосылмай жол бастар, келеді өсіп кілең рухы өр жастар. Мен жанында Алтынбек Рысшанұлы бастаған Абылай спорт клубы және де жекпе-жек ұлттық спорт федерациясының Павлодар облысы филиалының басшысы Жарқынбек Амантайұлы. Жеке айта кетсең, ұлттық жекпе-жек спорт түрінің MMA, UFC спорт түрлерінен айырмашылығы қандай, ережелері қандай, оның шарттары қандай? Жалпы жекпе-жек ұлттық спорты сол спорт түрлеріне ереже жекпе-жектің барлығына ұқсағанымен, бұның ерекшелігі бұнда дала заңдарына негізделген ережелер бар. Және ұлттық рухты ерекше көтеретін спорт. Сондықтан бұның басты ерекшелігі сол, бұл біздің қазақтың танымына, қазақтың дала заңына өте жақын деп айтсам болады. Бүгінгі жарыстың аты дала көкжалдары. Бұнда қандай жас шамасында, қандай салмақта жігіттер шеберлік байқасады? Бұнда ең алдымен балалар, жасөспірімдер, сосын жастар, яғни 20 жасқа дейінгі спортшылар қатысады. Бұл расымен де қазақтың қай жігітін алсақ та даланың көкжал бір арлан деп айтсақ болады. Сондықтан оның ішінде жекпе-жекпен айналысатын жігіттерді нағыз көкжалдар, нағыз арландар деп айтсақ болады. Сондықтан бүгінгі жұртшылықтың көретіні, сіздер мен біздердің куә болатынымыз нағыз дала көкжалдарының айқасы. Ұлттық жекпе-жек спорт түрімен қанша жастар айналысады Павлодар облысы бойынша? Павлодар облысы бойынша біз енді орта есеппен айтамыз, 500 бала айналысады деп айтамыз. Бірақ мысалы мәселен Абылай клубында, Абылай спорт клубы өңіріміздегі ең үздік, ең жойқын клуб деп айтсақ болады, ең басты клуб. Федерацияның орталығы сол жер болып саналады. Абылай спорт клубында дәл қазіргі уақытта 50-ден астам бала тұрақты жекпе-жек спортпен айналысады. Одан бөлек жастар бар, жас бүлдіршіндер балалар, яғни мектеп жасындағы балалар, олардың өзі жеке өркен және бүркіт спорт клубтарында жеке айналысады. Бұл жерде бір 100-ден астам бала бар шығар. Әнұран әуелесін, отаным от шырым, алашым биік болсын, әрдайым шоқтығын, көгіңде тұра берсін, желбіреп көк туың. Ақсың қар арландарым, тайсалмас тарландарым, лабамның қалған бағым. Құрметті азаматтар, мынау Сабыржан Махмет деген қазақтың батыры бар. Бұл дүниежүзілік жекпе-жек қауымдастығының президенті осы кісі айтады, жекпе-жекті жақсы көрмейтін жігіт ол нағыз жігіт емес дейді ол. Яғни оған бір күмән бар дейді. Ал мен ойлаймын, біздің өңіріміздегі жастардың барлығы нағыз жігіттер, нағыз кешегі арландар мен тарландардың ұрпағы. Сондықтан ұлттық спорт жекпе-жекпен айналысыңыздар, келіңіздер залға.